боламыз? Тағы бір түсініксіз әлем сияқты. Патшалар шайқасы басталсын! Азат қайда? Оны қайда жібердіңіз? Дана, мен мұндамын. Азат, қалың қалай? Бұл жер суық, мұрныңда қышып кетті. Есесіне, мен енді патшамын. Саған сөз жоқ екен. Енді бұдан қалай құтыламыз? Оның ережесімен ойнауымыз керек сияқты. Мен күтіп тұрмын. Сендердің кезектерің. Ақтар бірінші жүреді. Сонымен, екі патша да дайын тұр. Оларға ешқандай кедергі жоқ. Ал патша кез келген бағыттағы шаршыға жүре алады. Дұрыс. Ал енді не айтасыңдар? Ай, Дана, ол жақындап қалды. Қорықпа, Азат, ол бізге тиіспейді. Ереже бойынша патшалар бір-біріне жақындай алмайды. Қара, біз одан алысырақ кетейік. Дана, бұл ханға лайық орын деп ойлайсың ба? Иә, бұған дейінгі орында сегіз жүріске мүмкіндігім бар еді. Ал қазір тақтаның шетінде тұрғандықтан небәрі 5 жүрісім бар. Есесіне мұнда қауіпсіздеу. Ал оныкі одан да аз ба? 1, 2, 3. Бар жоғы 3. Ха, біткен жерің осы. Бұл не, жасырынбақ па? Ал енді шабуылдап көр. Онда сақтан. Саған не болды? Дана, қозғала алар емеспін. Ол тағы айласын асырды. Жоқ, Азат, жүріс дұрыс емес. Сен олай жүре алмайсың. Неге? Патшалардың бір-біріне жақындай алмайтынын ұмыттың ба? Сонда менің қанша жүрсім бар? Қазір 1, 6. Ол бізді мазақ қып тұр. Осындайда ойын бола ма екен? Түкке тұрғысыз. Менің жүрісім. Оның тек бір ғана жүрісі бар, қараш. Қайдағы жүріс? Мұнда ешқандай да ереже жоқ. Қазір бәрі қайтадан өзгереді. Әне, айттым ғой. Көптен бері бұлай күлмеп едім. Мынау ақылдан адасқан ғой. Бұл ессіздік бітетін түрі бар ма? Білмеймін. Егер сол жақтағы жоғарғы бұрышқа қысқа жолмен жетсеңдер, сендерді жіберем. Ол үшін қанша жүріс керек? Өтірік айтады. Біз сізге сенбейміз. Басқа амалымыз жоқ. Ойнауға тура келеді. Сонымен не дейсіңдер? Ал сіз орныңыздан қозғалмайсыз ба? Біздің жүрісімізге кедергі келтірмейсіз ғой. Иә. Онда 1, 2, 3, 4, 7 жүріс. Азат, мынау ең қысқа жол. Жүр. Бізді алдамапты, я? Білмеймін, бәрі одан сайын қиындап кеткен сияқты.